іш пысу және тағы да іш пысу. Кейін Сэммидің іші әбден пысты. Анашым, деді ол, ішім әбден пысты. Істейтін ештеңе жоқ. Жинап жүрген гаджеттеріңмен неге ойнамайсың, деп сұрады анасы. Сынған ойыншықтар, радио мен ұялы телефондарың бар еді ғой. Соларды шұқылағанды жақсы көруші едің. Бүгін оларға қарағым кеп тұрған жоқ. Софи не істеуім керегін айтып бере алар ма екен? Сөйтіп ол Софидің есігін қақты. Тук, еш жауап болмады. Софи кітапханаға кеткен деген дауыс естілді анасының. Өткен аптада алған кітаптарын қайтарып беруі керек екен. Одан кейін тағы да басқа қап кітап арқалап келетініне күмәнім жоқ. Қалай болғанда да мен сияқты іші пыспайтыны анық. Ішің пыспас үшін сен де бірдеңемен айналысуың керек. Жайбасарға барып қайтсаңшы, мүмкін оның ойнағысы келетін шығар. Сонымен Сэмми Жайбасардың үйіне жол тартты. Жайбасар әдеттегідей аспалы торында жатыр екен. Сәлем бердік, Жайбасар, не істеп жатырсың? Не істеп жатқан сияқтымын, деп қарсы сұрақ қойды Жайбасар. Көріп тұрғаныңдай, аспалы торымда жатырмын. Ішім әбден пысты, деді Сэмми. Немен айналысуға болатынын айтып берші, Әрине, деп лып ете түсті Жайбасар. Кел, қасыма жат. Сен де айттың-ау, деп жауап берді Сэмми. Жатсам ішім одан әрі пыспай ма? Мен олай деп ойламаймын, деп маңғаздана жауап берді Жайбасар. Егер менің ұсынысым ұнамаса, Лалагүлге барып көрсеңші. Сэмми Лалагүлдің үйіне беттеді. Ол келгенде Лалагүл ойнайтын бөлмесінде сурет салып отыр екен. Сәлем, Лалагүл, деді Сэмми. Не істерімді білмей тұрмын. Немен айналыссам болады, айтып берші. Оның еш қиындығы жоқ, деп жауап берді Лалагүл. Кел, екеуміз қуыршақ Доттидің суретін салайық. Сосын қызылмен боялған қағаздың оған жақтау жасаймыз, содан кейін құйыршығымды бояп беруіңе болады. Ой, деді Сэмми даусын соза. Маған бұл айтқандарың еш ұнамайды. Бұдан да қызық ештеңе ойлап таба алмайсың ба? Жоқ, деп қысқа қайырды Лалагүл. Маған сурет салу ұнайды. Сен онда аңқауға барып көрсеңші. Шарасы таусылған Сэмми енді аңқаудың үйіне тартты. Ол келгенде аңқау лупасын көзіне тақап, шөп арасынан томпаңдап бірдеңелерді іздеп жүр екен. Қалайсың, аңқау, деді Сэмми. Не істеп жатырсың? Құмырсқалар ғой, деп жауап берді аңқау. Соларды қызықтап жатырмын. Аңқау Сэммиді өзіне қарай шақырып, лупаны оның қолына ұстатты. Еңкейсең, олардың түрін көресің, өздері сондай керемет. Сэмми оның айтқан істегенімен, бұл оған еш ұнамады. Қой, деп жауап берді ол. Құмырсқаларға қарау маған еш ұнамайды. Өздері бір түрлі ғой. Бұдан басқа маған айтар қызық ештеңең жоқ па? Өкінішке қарай жоқ, деп қысқа қайырды аңқау. Мен үшін бұдан қызық ештеңе жоқ. Секіргішке барып қайтсаңшы. Сонымен Сэмми секіргішті іздеп шықты. Ол келгенде секіргіш есік алдында баскетбол ойнап жүр екен. Допты Сэммиге қарай лақтырды да, ойнағың келмей ме, деп сұрады. Жоқ, деп жауап берді Сэмми. Баскетбол ойнағанды жаным сүймейді. Басқа бірдеңе істейікші. Сол кезде секіргіш қарап тұр, деді де, мен қоянмын, деп секіріп келіп допты торға салды. Нағыз гол салу деп осынай, деді Сэмми күрсіне. Еш қайсы онымен ой бөліскілері келмейтін сияқты. Мүмкін тіміскі Элли бірдеңе ойлап табар. Сэмми енді ат басын солай бұрды. Эллидің әжесі дәлізді бояп жатыр екен. Сәлеметсіз бе, әже, деді Сэмми. Тіміске Элли қайда? Оның тамағы ауырып жатыр. Қап, деді Сэмми. Ішім әбден пысты, менімен ойнағыңыз келмей ме? Эллидің әжесі көзінен жас шыққанша күлді. Ойнай алмаймын, Сэмми тиін, қолым бос емес. Менімен ешкім ойнағысы келмейді, деп бұртиды Сэмми. Ішім әбден пысты. Оған өзің кінәлісің деп ойламайсың ба? Деп сұрады Эллидің әжесі. Күніңді қызықты өткізуге босқалар емес, өзің жауаптысың. Түсінбедім, деді таңданысын жасыра алмаған Сэмми. Айтайын дегенім, сен өзің үшін қызықты ойын таба аласың. Ол үшін басқалардың мазасын алудың қажеті жоқ. Айналаңа қара да, өзіңе не ұнайтынын білуге тырыс. Қызықты бірдеңе табарыңа еш күмәнім жоқ. Эллидің әжесі айтқандай, Сэмми айналасына зер сала қарады. Алыста бұлттар көшіп барады. Ана бір жерде ағаштар тұр. Есіктің алдында қаздай тізіліп 3 қоқыс жәшігі тұр. Олардың біреуінің үстінде сымдары салбырап, бір радио қорабы жатыр. Кенет Сэммидің ойына бір қызық ой сап ете түсті. Ана жатқан ескі радиосы керек пе? Деп сұрады ол Эллидің әжесінен.
Жоқ, деп жауап берді әжей. Бұзылып қалғандықтан мен оны лақтырып тастадым. Алсам бола ма, деп сұрады Сэмми. Маған радио жинау ұнайды. Әрине ала ғой. Радионы алып, Сэмми үйіне келді де, бөлмесінің дәл ортасына отырып алып іске кірісті. Радионы жөндеуге оның бірнеше сағаты кеткенімен, түскі шайға дейін ол радионы іске қосты. Сосын лентамен оны әсемдеп байлап, барлық жеріне жұлдыз жабыстырып шықты да, радионы алып, тіміскі Эллидің үйіне қарай беттеді. Бұл не? Деп таңдана сұрады оны көргенде Эллидің әжесі. Эллиге әкелдім, тез жазылып кетсін дегенім ғой, деп жауап берді Сэмми. Бұзылған радионы жөндедім. Енді Элли жазылғанша оны тыңдай алады. Менің енді ішім пыспайды. Ондай кезде не істеуге болатын мен енді білемін. Керемет, деп оны естіген Эллидің әжесі. Жүр, Эллиге барып, не келгенді көрсет. Радионы көрген Элли көзі шоқтай жанды. Керемет, керемет, деп қырылдады кішкентай Элли. Балақайға кеңес. Ішің пысса, сүйікті ісіңмен айналыс. Сэммидің Элли үшін бұзылған радионы жөндегені сияқты біреулерге жақсылық жаса. Аңқау және жәндіктер жинауға арналған қорапша. Шиқылдақ тышқанның ойыншықтар дүкеніне бара жатып, аңқау терезенің арғы жағында тұрған құрт-құмырсқа жинауға арналған қорапшаны көзі шалып қалды. Вау, деді ол өз-өзіне күбірлеп. Мұндай қорапшам болса деп армандағалы қай заман. Бірақ менде $4 жоқ қой. Қалай да оны табуым керек, ол үшін жоспар құру керек. Үйіне қайтып келген соң, аңқау өзіне керек заттардың тізімін жасауға кірісті. Аңқаудың мақсаты: бірінші ақша жинау, екінші құрт-құмырсқа жинауға арналған қорапша сатып алу, үшінші Эллидің туған күніне сыйлық алу, төртінші бал жағылған пицца сатып алу, бесінші киноға бару. Осы кезде оған секіргіш келді. Бұл не, аңқау? Іске асыруым қажет нәрселердің тізімін жазып жатырмын, деп жауап берді аңқау. Мәссаған, керемет қой мынауың. Жоспарыңды іске асыруға көмектессем бола ма? Әрине, деп жауап берді аңқау. Маған бір керемет ой келіп тұр. Лимонад сатсақ қалай? Мынадай аптап ыстықта бәрінің сусын ішкісі келетіні сөзсіз. Сол күні түстен кейін аңқау мен секіргіш лимонад сататын орын дайындады. Сэмми мен Софи алғашқылардың бірі еді. Лимонад, деді Сэмми шаттана. Бір кесесін алайыншы? Мен де, деді Софи. Ыстықтан титықтап кеттім. Аңқау мен секіргіш бір-біріне таңдана қарасты. Айтқан сөзіңді түсінбедім, деді секіргіш. Ыстық деймін, деді Софи, сұмдық ыстық. Келесі келгендер Лалагүл, Сусар мен тіміскі Элли болды. Тіміскі Эллиге бір кесе, маған 2 кесе сусын берші. Сусынды ішкен соң, Элли екеуміз менің үйімді бояуға барамыз. Солай ғой, Элли, ә? Шолай, деп қостады кішкентай Элли. Бірнеше сағат ішінде аңқау мен секіргіш лимонадын түгел сатып бітірді. Екеуі ара барлығы $20 тапқан екен. Мәссаған, біз енді баймыз, деп қуанды аңқау. Кел, мұны теңге бөлейік. Саған $10, маған $10. Кеттік үйге, деп шаттана жауап берді секіргіш. Бұл ақшаны қайда жұмсайтынымды білемін. Сөйтті де, ол тура шиқылдақ тышқанның ойыншықтар дүкеніне тартты. Дүкенге келді де, 2 шоколад батонын, бірнеше үрлейтін сағыз, 1 дорба попкорн сатып алып, сол жерде жей салды. Сосын ол арзанға йо-йо ойыншығын сатып алып еді. Онысы 3 рет ойнағаннан кейін бөлініп қалды. Одан соң сатып алған пистолетін үйге келе жатып жоғалтып алды. Бұл кезде аңқау үйіне келіп, жазған тізімін бастан аяқ оқып шықты. Сосын ол $1 алды да ақша жинауға арналған ыдысқа салды. Содан кейін ол шиқылдақтың дүкеніне барып $4 жәндіктер жинауға арналған қорапша сатып алды. $2 ол тіміскі Эллидің туған күніне сыйлыққа айна сатып алуға жұмсады. Қайта жолда Пеннидің дүкеніне барып $1 бал қосылған бір тілім пицца сатып алды. Оның әлі де киноға баруға жетерлікте $2 қалды. Киноға бара жатқан кезде оны секіргіш қуып жетті. Қайда жол тарттың, деп сұрады ол аңқаудан. Киноға, деп маңғаздана жауап берді аңқау. Менің де барғым келеді, деп күрсіне жауап берді секіргіш. Алайда мен бар ақшамды жұмсап жібердім. Қайда жұмсадың, деп таңдана сұрады аңқау. Көп нәрсеге, деді секіргіш. Ақшам көзден бұлбұл ұшты ғой. Ақшаңды шашпас бұрын неге жұмсайтынды алдын ала жоспарлап алмадың ба? Мен тізімдегі барлық қалаған дүниемді алдым. Мұны естігенде секіргіштің құлағы салбырап, ерні салпия қалды. Үлкен қателік жасадым, деп мойындады секіргіш.
Болары болды, деді аңқау. Келесіде мұндай қателікке жол бермейтін боласың. Сен сондай ақылдысың, деді секіргіш. Жақсы кино көріп қайтуыңа тілектеспін. Сен де менімен көңіл көтере аласың, деді аңқау. Менің әлі де $2 бар. Оған екеуміз де киноға бара аламыз. Қазір шарды жеген үлкен өрмекші деген кино көрсетіліп жатыр. Кеттік. Балақайға кеңес. Қарындаш пен бір жапырақ қағаз алып, іске асырғың келетін 3 мақсатты жазып шық. Істеуім керек деген бір нәрсені таңдап ал да, оны іске асыра баста. Жайбасар және емле бақылау жұмысы. Дүйсенбіде Жайбасардың мұғалімі Үкі Бикеш ойнау, қызық, бату, үшін, сен, барабан деген 6 сөзді қара тақтаға жазды да былай деді. Жұма күнгі емле бақылау жұмысында мына сөздер болады. Күн сайын бұл сөздерді қайталап, оларды дұрыс жаза білулерің керек. Мектептен кейін Жайбасар үйге келді де біраз мызғып алды. Тарс, біреу есікті қағып тұр. Есікті ашса сән ме екен? Сәлем, Жайбасар. Қоқыстөбеге барып, гаджет қарап келсе қайтеді? Жайбасар үй тапсырмасын жасау керегін білсе де, ол үшін қоқыс қарау қызығырақ көрінді. Сондықтан да ойланбастан әрине деп жауап берді. Қоқыстөбеден Жайбасар ескі барабан тауып алды. Ақырын соғып көріп еді, күңгір еткен үн шықты. Керемет деп қуанды Жайбасар. Ол барабанды үйіне алып келіп, кешке дейін ойнады. Сейсенбіде оған Алагүл, Сусар және тіміскі Элли келді. Элли екеуміз шоколад қосылған сондай дәмді тоқаш пісірдік. Дәмі тіл үйреді деп мақтанды Алагүл. Жеп көйгің кие ме? Деді кішкентай Элли. Не дейсің? Жеп көргің келе ме? Деп түзетті оны Алагүл. Емле бақылау жұмысына дайындалуым керек еді, деп қиналды Жайбасар. Дегенмен, бақылау жұмысына кейінірек дайындалсам да болар. Сөйтті де ол Алагүлдің үйіне тартып отырды. Үйге қайтып келгесін, ол барабанмен ойнады, сырнайын тартты, ақыры ұйқыға басты. Сәрсенбіде Жайбасар аңқаумен бірге көбелек ұстауға барды. Бейсенбі күні түстен кейін секіргіш екеуі велосипед теуіп қайтты. Тек үйге келгеннен кейін ғана ол келесі күні емле бақылау жұмысы болатынын, өзінің бір сөзді жаттамағанын есіне түсірді. Апыл-ғұпыл емле карточкасын алды да оларды қабырғаға жапсырып қойды. Жайбасар оларды жазғысы келгенімен сөздер миына кіріп шығар емес. Қаншама сөзді бір түнде жаттап алу мүмкін емес еді. Жаттауға тырысқан сайын ол шатаса берді. Ақыры ештеңе шықпағасын ұйықтауға жатты. Келесі күні бақылау жұмысын Жайбасар жаза алмады. Барабаннан басқа сөздің бәрі қате болды. Не болды? Деп сұрады таңданған Үкі Бикеш. Бұл сөздерді жаттамадың ба? Сенің жаттай алатыныңды білем ғой. Басқа нәрселерден қолым босамады, деп шынын айтты Жайбасар. Сол кезде Софи оның қасында тұрған еді. Еріншектің ертеңі бітпейді. Не? Айтайын дегенім, маңызды істі кейінге қалдыруға болмайды. Софи дұрыс айтады, алдымен үй жұмысын орындап, сосын ойнау керек, деп қостады Үкі Бикеш. Сосын ол Жайбасарға бақылау жұмысын келесі жұма қайта жазатынын ескертті. Бұл жолы да ұшып кетпе. Үйіне келген соң Жайбасар барабанына көз салды. Күңгір еткен үн санасында жаңғырып тұр. Сосын жаттау қажет сөздерге қарады. Осы кезде біреу есік қақты. Кім екен? Келген Софи екен. Мен саған сабақ оқуға көмектесуге келдім, деді ол. Олар 4 сағат бойы үздіксіз дайындалды. Осы кезде тағы біреу есік қақты. Тағы кім болды екен? Есік алдында секіргіш тұр. Без ойнаған келмей ме? Жоқ, секіргіш, деп жауап берді Жайбасар. Сабақ оқып жатыр едім. Не істеп жатырмын дейсің? Сабақ оқып жатырмын деймін. Мәссаған. Тағы бірде ойнармыз, деді Жайбасар. Сөйтті де ол есікті жауып бөлмесіне кетті. Осылайша ол күн сайын аз-аздан дайындалды. Жұма күні бақылау жұмысын қайта жазды. Өз көзіме өзім сене алар емеспін, деді Үкі Бикеш. Еш қате жоқ. Жайбасардың енелері салбырап кетті. Оның Софиге деген алғысы шексіз еді. Үйіне келген соң ол барабанын алып, Софидің үйіне келді де қысқаша хат жазып барабанымен қоса қалдырып кетті. Сен үшін барабан, қызыққа бат, ізгі ниетпен Жайбасар. Балақайға кеңес. Үй жұмысы көп болған кезде алдымен ең қиыннан баста. Бөлмеңді жинау, велосипед дөңгелегін үру, шкаф тартпасын жөндеу сияқты көптен бері кейінге қалдырып жүрген істеріңді еске түсір. Дәл қазір соларды істеуге асық. Алагүл бақша салады.
Кішкентай кезінде Лалагүл Сусар Үкі бикештің бақшасына барғанды ұнататын. Онда не бір түрлі көкөністер бар. Қияр дейсің бе, шалғам дейсің бе, сәбіз, бұрыш, үрме бұршақ, тіптен сүт жөп дейсің бе, бәрі бар. Бірде Лалагүл анасына былай деді: біз де Үкі бикештікіндей бақша салайықшы. Мен де соны армандап жүрмін, деп жауап берді оған анасы. Алайда бақша салу үшін қаншама уақыт кетеді. Ол үшін талмай еңбек ету керек. Білемін, деді Лалагүл. Бар жұмысты өзім істеймін, уәде беремін. Меніңше, сен оның оңай емес екенін білмейтін сияқтысың, деді оған анасы. Алдымен топырақты дайындап алуың керек, сосын ұрық сеуіп, арам шөбін жұлуың керек, суаруың тағы бар. Ақыр аяғында бәрін мен істеймін бе деп қорқам. Оған менің қазір еш уақытым жоқ. Алайда мен бақшам болғанын армандаймын, деді Лалагүл. Ол жылауға шақ тұр еді. Олай болса, деді оның түріне қарап анасы, қолымыз босағанда жеңілірек бірдеңе егерміз. Мысалы құлпынай. Құлпынай еуге көкөніс еккенде көп күш қажет емес. Оған қоса олар сондай дәмді. Алайда Лалагүл қолдарының босағаны күткісі келмеді. Ол дәл қазір көкөніс еккісі келді. Түн ортасында оған керемет ой келді. Ол жазу үстеліне барды да бір бет қағаз алды. Содан соң өзінің жақсы көретін қаламмен анасына былай деп жазды: анашым, бақша салуға рұқсат берсеңіз, мен мына жұмысты істеймін. Көкөніс те, құлпынай да өсіремін. Оларды суарып, арам шөбін жұламын. Сасық күзен де маған көмектеседі. Сіз онша көп жұмыс істемейсіз. Менің көкөністерім мен құлпынайымды тамсана жейтін боласыз. Махаббатпен, Лалагүл. Келесі күні Лалагүл бірінші қабатқа жүгіріп түсті де жазғанын анасының қолына ұстатты. Лалагүл, деді анасы жазбаны оқып отырып, бақшаны салуды сен сонша қалайды деп еш ойламаппын. Ол сәл ойланды да сөзін ары қарай жалғастырды. Жұмыстың көбін өзім істеймін деп уәде берсең, мен тек құлпынай жеп отырар болсам, онда бұл жоспарың керемет. Сонымен шаруаны қашан бастамақсың? Дәл қазір, деп жауап берді Лалагүл. Сол күні түсте Лалагүл мен оның анасы жер қазып, оған ұрық септі. Әкесі қарақшы орнатып берді. Лалагүлдің ата-анасы басқа іспен айналысып кеткенде де Лалагүл бақшадағы жұмысын жалғастыра берді. Жаз бойы Лалагүл бақша суарды, арам шөптерін жұлды, сосын арам шөбін қайта жұлып көкөністерін суарды. Бұл оңай шаруа емес еді. Оған сасық күзен де көмектесті. Бірақ ол көмектесуге тырысқанымен, шынтуайында келгенде аяққа оратылумен болды. Суға көкөністен гөрі оның өзі көбірек малшынды. Ол ма? Сәбіздің қалай өсіп жатқанын көру үшін оны жұлудың қажеті жоқ екенін Лалагүл оған қайта ескертумен болды. Бір уақыттан кейін көкөністердің сабақтары топырақ бетіне қылтиып көріне бастады. Бірнеше аптадан кейін кей көкөніс пен құлпынайды Лалагүл анық көре бастады. Егін ору науқаны басталған кезде Лалагүл мен сасық күзен көп көкөніс пен құлпынай жинап алып үйге алып келді. Қандай керемет, деді Лалагүлдің анасы қуанып. Жаңа піскен көкөніс пен құлпынай. Маған енді бұларды дүкеннен сатып алудың керегі жоқ. Өз бақшаның өнімін тұтыну денсаулыққа пайдалы. Сый деп осыны айт, деп қуанды анасы. Сол күні кешкі асқа Лалагүл оның ата-анасы мен сасық күзен көкөніс сорпасы мен құлпынай бәлішін жеді. Құлпынайлар сондай дәмді, деді Лалагүлдің анасы. Олардың құнарлығын айтсаңдаршы. Сені мақтан етемін, Лалагүл. Жаз бойы талмай еңбек еттің. Ал мен өзің айтқанда ештеңе істемедім. Саған да рахмет, сасық күзен. Сіздің қуанғаныңыз мен үшін үлкен бақыт, деп жауап берді Лалагүл. Осы мен гүл ексем қайтеді, деп сұрады анасы. Шынымен-ақ гүл өсіремін дейсіз бе, анашым? деп сұрады Лалагүл. Бақша салу үшін қаншама уақыт кетеді. Ол үшін талмай еңбек ету керек. Секіргіш және жоғалған көбелек торы. Бір күні секіргіш аңқауға келіп, фриспи ойнамайсың ба? деп сұрады. Ойнамаймын, көңіл-күйім жоқ. Көбелек ұстайтын торымды жоғалтып алдым. Күн керемет қой, деп қоймады секіргіш. Фиш айлы-екке барып келер едік. Жоқ дедім ғой, деп көңілсіз жауап берді аңқау. Өтінем, деп қоймады секіргіш. Қызыққа бататынымызға шүбәң болмасын, қырсықпай жүрсеңші енді. Секіргіш шыдамсызданып, аңқауды айналып секіре бастады. Жоқ, деді аңқау.
байыз таппай сөйлеп секіре бересің де басқаларды тыңдамайсың. Өзің барып, менсіз көңіл көтере берш, мен кейінірек барам. Жарайды, деп жауап берді секіргіш. Онда соңымнан келерсің. Секіргіш секіріп жөнеп берді. Жолда тіміскі Эллиге соға кетті. Ол топырақта жылап отыр екен. Уә. Не болды, деп сұрады секіргіш. Шейтем тиіш кидім. Не? Суға шомылған келе ме? Кеттік онда өзенге. Элли басын шайқап одан әрі бақырды. Уә. Шейтем тиіш. Түсіндім. Орманға барғың келеді ғой. Элли жер тепкілеп одан бетер бақырды. Уә, тиіш кидім шейтені. Ештеңе түсінсем бұйырмасын, деді секіргіш. Жүр, Лалагүл сусарға барайықшы, сол бірдеңе білер. Сөйтті де секіргіш Эллиді көтеріп алып, Лалагүлдің үйіне қарай тартты. Есіктің қоңырауын басқаны сол еді, Лалагүл есікті ашты. Сәлем секіргіш, сәлем Элли, не болды? Уә, деп жылауын үндете түсті Элли. Лалагүл оған таңдана қарады да, не болды деп қайталап сұрады. Шейтем түйеш емес. Ойбу, жейдеңді теріс қаратып киіп алған екенсің ғой, байғұс балай. Сөйтті де Лалагүл Эллидің жейдесін шешіп, дұрыстап кигізді. Эллидің айтқанын қалай түсіне қойдың, деп таңдана сұрады секіргіш. Адам құлағымен ғана емес, жүрегімен, көзімен де тыңдай білуі керек, деп жауап берді Лалагүл. Жейдесінің алдын артына қаратып киіп алғанын байқамадың ба? Жоқ, деп ұяла жауап берді секіргіш. Байқамаппын. Сәл үнсіздіктен кейін секіргіш аңқаумен кездесуім керек, деп жүгіре жөнелді. Тоқтай тойшы, деп оның артынан ере жөнелді Элли. Олар келгенде аңқау үйінің алдында жатыр екен. Әлі де көңіл күйің жоқ қой, не болды? Айттым ғой саған, деп ренже жауап берді аңқау. Көбелек ұстайтын торымды жоғалтып алдым. Бұл менің ең жақсы көретін нәрсем еді. Жүр, іздейік онда, деді секіргіш. Іздедім, еш жерде жоқ, деп жауап берді аңқау. Жер жұтқандай жоқ, енді ешқандай табылмайды. Элли секіргіштің балағынан тартты. Яягуй агашы. Не? Қайталап айтшы. Сөйтті де ол еңкейіп Эллидің көзіне тесіле қарады. Көбейек тойы Яягуйдың ағашында, деп қайталады Элли. Яягуйдың ағашы? Енді түсіндім. Лалагүлдің ағашы дедің ғой. Аңқаудың көбелек ұстайтын торы Лалагүлдің үйінің жанындағы үлкен емен ағашының жанында. Солай ғой? Иә, деп жауап берді Элли. Жарайсың, кеттік онда барып іздейік. Олар Лалагүлдің үйіне қарай жүрді. Біреу көбелек торын Лалагүлдің үйінің алдындағы үлкен емен ағашына сүйеп қойған екен. Менің көбелек торым, деп қуанғаннан айқайлап жіберді аңқау. Сөйтті де жүгіріп барып оны құшақтай алды. Есіме енді түсті. Кеше осы жерде көбелек ұстаған едім. Эллидің не дегенін қалай түсіне қойдың секіргіш? Адам құлақпен ғана емес, жүрегімен, көзімен де тыңдай білуі керек, деп жауап берді оған секіргіш. Деп басын қасыды аңқау. Ана топиякта ойнағым келеді, деді Элли. Аңқау еңкейіп Эллиге үңіле қарады. Не дедің? Топиякпен ойнағым келеді, деп қайталады Элли. Айтқаныңды енді түсіндім, деді қуанған аңқау. Ана топырақпен ойнағың келіп тұр ғой, солай ма? Эллидің екі езуі екі құлағына жетті. Кеттік секіргіш, деді аңқау. Бәріміз бірге ойнайық. Балақайға кеңес. Достарыңның бірінің көңілсіз екенін байқасаң, олардың көзі мен қозғалысын бақылап көр. Олардың көңілсіз екенін білетініңді және көмектескің келетінін айт. Іске сәт. Үлкен тентек борсықтар. Сенбіде достар жиналып, Адырмақ көкенің саябағында футбол ойнайды. Кейде сол жерде кім келсе, сон топқа қосып ала береді. Бірде саябаққа үлкен тентек борсықтар келді. Футбол ойнайын деп жатырсыңдар ма? Деп сұрады олардың ішіндегі ересектеуі. Сендердің бізге шамаларың келмесе де, сендермен ойнауға тура келіп тұр. Өйткені басқа ешкім жоқ. Достар не істеу керегін шешу үшін бас қосты. Олар біздің быт-шытымызды шығарады, деді аңқау. Я, мен де ойнамаймын, деп бас тартты Жайбасар. Үйге барып сурет салам, деді Лалагүл. Бұларың не? Деп оларды тоқтатты Софи.
олар үлкен әрі қорқынышты болып көрінуі мүмкін, алайда біздің тәжірибеміз көп қой, біз олардан жеңілмейміз. Секіргіш те біраз гол салатыны сөзсіз. Кімнің мықты екенін көрсетуіміз керек деп секіргіш оны қолдады. Оңай болмағанымен, ақырында Софи мен секіргіш басқаларын көндірді. Алайда көзді ашып жұмғанша борсықтар үш ұпай жинады. Секіргіш доп салуға қанша тырысқанымен топтағылардың ешқайсысы оған доп бермеді. Софи мен Сэмми қайта-қайта құйрықтарына шалына берді. Лалагүл гүл терумен әлек болды. Жайбасар жатты да біраз мызғып алды. Ал аңқау болса лупасын алып құмырсқаларды қуып кетті. Элли өлдім талдым дегенде бір доп салып еді. Сөйтсе ол өз қақпасына гол салған болып шықты. Борсықтардың ұпай саны 4-ке жетті. Уақытымызды босқа сарп етіп жүрміз, деді борсықтардың бірі. Үйге кеттік. Тоқтаңдар, деді секіргіш. Тобыма сөйлесуге мұрсат беріңдер. Сөйтті де ол тобын былай шақырып алды. Біздің жеңуге мүмкіндігіміз әлі бар, деді ол. Қой, деп қолын бір-ақ серметті Жайбасар. Олар бізді талқан қылады. Жоқ, деп кесіп айтты Софи. Олар бізден үлкен әрі күшті болар, алайда топ құралсақ, біз оларды жеңеміз. Артықшылықтарымызды пайдаланайықшы. Нені дейсің? Деп сұрады Лалагүл. Күшімізді деймін, деп жауап берді Софи. Жайбасар, сен қақпаға тұрып, ана оңбағыр борсықтарды инеңмен қорқытасың. Секіргіш, сен тек гол саласың, бұл тек сенің қолыңнан ғана келеді. Сэмми, сен үлкен, үлпілдеген құйрықшығыңмен допты беріп тұрасың. Лалагүл, егер гүл теріп кетпесең, басыңмен допты жақсы қағасың. Аңқау, сенің дене бітімің бәрінен де үлкен, сондықтан олардың жолын бөге. Элли, сен жақсы ойнадың, тек қай жаққа доп салатынды ендігәрі шатастырып алма. Қанекей, топтың қандай болатынын көрсетейікші. Барлығы да Софидің айтқанымен келісті. Ешқайда кетпеңдер, деді секіргіш борсықтарға. Біз ойынды жалғастырамыз. Ештеңе өзгермейді, деді борсықтардың арасындағы ең жексұрыны. Бәс тігуге бармын. Екі топ бетпе-бет келді. Секіргіш допты Софиге берді. Софи Лалагүлге жалғады. Лалагүл Сэммиге қарай тепті. Сэмми құйыршығымен оны секіргішке домалатты. Секіргіш гол соқты. Гол! Деп айқайлады аңқау. Топ жандана бастады. Лалагүл допты Сэммиге тепті. Ал ол тағы бір гол салды. Борсықтар таяп келсе, Жайбасар инелерімен тікірее қояды. Аңқау болса, форвардтардың алдын кес-кестеп тұрып алды. Секіргіш пен Софи тағы 2 гол салды. Екі жақ 4-4 болып тең түсті. Бірақ екі топ та шаршай бастаған еді. Екі жақтың бірі шешуші голды салғанға дейін жалғастыра берейік, деп айқайлады секіргіш. Ойын енді ғана қыза бастады ғой, деді Софи. Кеттік пе онда? Деп сұрады аңқау. Бұрын соңды болмаған ойын болды, деп жалғастырды Софи. Сөйтті де, ол тобын тағы да ортаға шақырып, қандай ой келгенін түсіндіріп берді. Айтқаның болсын, деп қостады оны секіргіш. Қолдарына доп тиген кезде, олар Софидің ойын іске асыра бастады. Аңқау допты Лалагүлге берді. Лалагүл оны Сэммиге тепті. Сэмми секіргішті іздеп еді, оны бірнеше борсық аңдып жүр екен. Бір кезде ол Эллидің бос екенін байқады. Маған, деп айқайлады Элли. Сэмми допты Эллиге қарай тепті. Борсық Эллиге жақындап қалғанда, ол борсықтың аяғы арасынан өте шығып допты алды. Алайда қақпаға жақындап қалғанда ол шалынып қалды. Ойбай, деді етбетінен құлай беріп Элли. Сол кезде доп оның басына тиді де, зың деп домалап барып қақпаға кірді. Жеңіс әкелетін ұпай. Біз жеңдік, деп айқайлады достар. Элли жасасын. Аңқау Эллиді көтеріп алды да иығына отырғызды. Жақсы ойын болды, деді борсықтар капитаны. Мен ойлағаннан жақсы ойнайды екесіңдер. Рахмет, деді секіргіш. Тағы да бір ойнайық. Әрине, деді капитан. Элли тобымызда болса, еш қарсылық жоқ. Балақайға кеңес. Осы жазда екі досыңды шақырып, аңқау мен секіргіш сияқты лимонад жасайтын орын жасаңдар. Біреуің постер дайындаңдар, екіншің лимонад дайындай аласыңдар, ал үшіншің үстел қойып, кеселер мен мұз әкеліп бересің. Уақыттарыңды көңілді өткізіңдер. Ұйқышыл Софи. Жаздың бір шуақты күні Таулы Қырат бастауыш мектебінде Үкі Бикеш з әрпін үйретіп жатқан кезде Софи ұйқыға басты. Үкі Бикеш оның жанына келіп жайлап, үкісімен оны түртіп бұлай деді. Софи, ұйықтама.
Софи көзін ашып, өзінің қайда екенін түсіну үшін жыпылықтап жан-жағына қарады. Түнімен ұйықтамағансың ба? Деп сұрады Көбекеш. Иә, деп жауап берді Софи. Бірақ бүгін ертерек жататын болам. Қайтып келе жатқанда Сэмми оған бұлай деді. Сенің сабақ үстінде ұйықтап қалғаныңа сене алар емеспін, қарындасым. Сен үшін ұялғаннан жерге кіріп кете жаздадым. Дұрыс айтасың, деп мойындады Софи. Бірақ соңғы кездері титықтап қалдым. Титықтап? Шаршап деймін, соңғы кездері қатты шаршап жүрмін. Өйткені түн ортасына дейін көрпе астына кіріп алып кітап оқисың. Анашыма сенің қол фонарыңды алып ал демесем? Бұл өмірде кітап оқу деген тәбетіңді ашады ғой. Тәбетті Мексика тамағы ашама десем, кітап тәбет ашады дегенің қызық екен. Басыңды қатырма, деді Софи оған ежірейе қарап. Одан да тез үйге жетіп, сәл мызғып алайын. Ағашына жете бере, Софи диванға құлай кетті. Бірақ енді ұйықтайын дегенде, көзі бір кітапты шалып қалды да, орнынан тұрып барып, енді ала бергені сол еді. Есік қағылды. Тук-тук-тук. Бұл келген Лалагүл екен. Менде бояйтын кітап бар, бояғын келе ме? Жоқ, рахмет, деп жауап берді Софи. Мен қатты шаршап тұрмын. Басқа бір күні боярмын. Жарайды, деді Лалагүл. Мен онда Эллиге кеттім. Лалагүл кеткен соң, Софи әлгі кітапты қайта қолына алды. Тук-тук-тук. Софи күрсініп жіберді. Есікті ашса, секіргіш тұр екен. Велик тепкің келмей ме? Жоқ, рахмет, деп жауап берді Софи. Шамам жоқ. Бұл енді дұрыс болмады. Дәрумендер ішу керек. Маған дәрумен емес, ұйқы керек. Түсіндім, деді секіргіш. Ертең келіп, қалпыңа келмегеніңді көріп қайтам. Секіргіш кеткен соң, Софи кітапты қайта алды. Тук-тук-тук. Бұл келген Жайбасар екен. Мен жаңа күй үйрендім, деді ол жерден жеті қоян тапқандай. Фиш-ай-лекке кеттік, мен саған күй ойнап берем. Ал сен аспанға қарап, менің ойнағанды тыңдап жатасың. Өкінішке орай уақытым жоқ, деп жауап берді Софи. Кітап оқып жатыр едің. Таңнан қара кешке дейін кітап оқи беруге болмайды ғой, деп ренжи жауап берді Жайбасар. Арасында музыка тыңдап, бұлттарға қарап қою керек. Иә, тағы бірде солай жасармын. Айтқаның болсын, деді Жайбасар. Бір айналып соғармын. Жайбасар кеткен соң, Софи кітапты қолына қайта алды. Алайда оны бастамай жатып, ұйқыға басты. Кешкі ас ішер уақыт болғанда, оны анасы оятты. Күні бойы ұйықтадың ғой, деп ол Софидің маңдайынан алақанын басты. Еш жерің ауырып тұрған жоқ па? Шаршап тұрған сияқтымын, деп жауап берді Софи. Солай де, меніңше сен кітапты өте көп оқисың. Кітап оқу жақсы болғанмен, өміріңді басқара білуің керек. Ол үшін миыңды ғана емес, денеңді де іске қосуың керек. Ол қалай сонда? Жүрегің, денең, жаның бәрі де қызмет етуі керек. Ештеңе түсінсем бұйырмасын, анашым. Достарыңмен ойнаған кезде жүрегің іске қосылады, деп түсіндіре бастады анасы. Денемше, жаттығу жасау дене қозғалысын білдіреді. Ал жанымше, жаныңа жағатын, көңілге қуаныш ұялататын іспен айналысқан кезде сен жаныңды іске қосасың. Бұлардың барлығын бірдей атқаруың керек. Солай ма, деп ойлана жауап берді Софи. Бұл жайында жан-жақты ойлануым керек екен. Келесі күні Софи Лалагүлге телефон соқты. Кітаптарыңды әлі де бояғың келе ме? Әрине, деп қуана жауап берді Лалагүл. Біздігіне кел, аулаға шығып сүт ішіп, тәтті тоқаш жейміз. Сол күні Софи түске дейін Лалагүлмен бірге болды. Кетерінде былай деді. Екеуміз уақытты сондай қызықты өткіздік, Лалагүл. Сен өте жақсы доссың, деп жауап берді Лалагүл. Сенің келгенің мені қуанышқа бөледі. Сәл кешірек Софи секіргіштің үйіне келді. Біраз мен дене еңбегін жасауым керек. Велик тепкің келе ме? Әрине, деп қуана жауап берді секіргіш. Кеттік. Софи мен секіргіш 7 қайыңды бір айналып шыққан соң, Софи былай деді. Саған көп рахмет, секіргіш. Велик тебу маған қатты ұнады. Денемнің де құрыс-тұрысы жазылып, қалпына келе бастаған сияқты. Тағы да бір рет тебейік. Керемет, деп жауап берді секіргіш. Енді жаныма ләззат сыйлайтын іспен айналысуым керек, деген ойға келді Софи. Музыка тыңдап, бұлттарға қарайынша, Жайбасар қайда жүр екен? Софи келгенде Жайбасар әдеттегідей аспалы торында жатыр екен. Өзенге барып, сен үйренген жаңа музыканы тыңдауға әзірмін, деді Софи сәлемдескеннен кейін. Олар Фиш-ай-лекке жеткеннен кейін Жайбасар сырнайын тарта жөнелді. Софи
Көкмайсаға жатты да музыка әуеніне елтіп аспанда қалқи көшкен бұлттарға көз салды. Ол ойына ерік берді. Сөйтті де көбелектер, гүлдер туралы ойлады. Бір кезде оның есіне үйге қайту керектігі түсті. «Рахмет, Жайбасар», деді ол. «Музыка жаныма ләззат сыйлады. Енді тездетіп үйге қайтпасам болмайды». Софи үйге келгенде анасы одан «Күнің қалай өтті?» деп сұрады. «Керемет», деп жауап берді Софи. «Алакүлмен бірге кітап бояп, жүрегімді іске қостым. Секіргішпен бірге велик тебу денемнің қозғалысын арттырды. Жайбасардың музыкасы жан рахатына бөледі. Өзімді керемет сезініп тұрмын. Енді демалуға болады». «Демалған қалай?» деп таңдана сұрады анасы. «Санамды іске қосатын кез келді», деп жауап берді Софи. «Кітап оқуым керек». Алақайға кеңес: 2 күн қатарынан ерте жатта, келесі күні оянғанда өзіңді қалай сезінетінді байқап көр. 1 апта бойы 20 минут бойы үздіксіз кітап оқы. Бүгін көптен бері ойнамаған досыңа барып ойнап кел. Осы ертегіде ұнаған кейіпкерінің суретін сал, достарыңмен бөліс.